саламатсыздар ма, құрметті менің каналымның тұрақты көрермендері мен қонақтары? Ағылшын тіліндегі сабақтарымызды ары қарай жалғастырамыз. Мен бүгін сіздерге өзімнің студенттерімнің, оқушыларымның жиі жіберетін бір қателігі туралы сабақ өткізгім келеді. Бұл 4 сөзді адамдардың шатастыруы. Бір-біріне ұқсайтын 4 сөз бар, соны біз шатастырамыз. Енді солардың айырмашылығына жеке-жеке тоқталғым келіп тұр. Олар мынандай сөздер: loss, lose, lost и loose. Бұларды неге біз шатастырамыз екен? Және оларды шатастырмай дұрыс пайдалану үшін нені еске сақтауымыз керек, соған мән берейік. Мысалы үшін, бірінші сөзіміз loss. Орыс тіліне потеря деп аударылады, жоғалу. Не? Зат, есім. Келесі мысал: loss of production. Өнімнің жоғалуы. Яғни қандай да бір жабдықта проблема болғанда, өндіріліп жатқан өнімнің төмендеуі немесе оның жоғалуы. Loss of production. Өнімнің жоғалуы немесе орысша потери производства. Окей? Келесі: loss of a battle. Loss of a battle шайқастан жеңілу деп аударылады уже. Шайқасты жоғалту демейміз ғой енді біз, қазақ тілінің нормасына сай шайқастан жеңілу дейміз, шайқаста жеңілу. Келесі: weight loss. Салмақ жоғалту. Weight loss. Салмақ жоғалту. Келесі: due to coronavirus, the company suffered big losses. Коронавирустың кесірінен компания өте көп шығынға ұшырады деп аударамыз қазақ тілдің нормасына сай. Ал ағылшынша қалай болып тұр? The company suffered big losses. Losses жаңағы потеряның көпше түрі. Келесі сөзіміз lose. Lose бұл етістік. Жоғалту дегенді білдіреді. Жоғалту дегенді білдіреді. Мысалы үшін, don't lose your temper. Temper бізде сабыр. Don't lose your temper'ді сөзбе-сөз аударсақ, сабырыңды жоғалтпа деген сөзге don't lose. Сабырыңды жоғалтпа. Ал қазақ тілінің нормасына сай айтатын болсақ, ашуланба деген сөз. Ашуланба, ызаланба деген сөз. Келесі: I don't want to lose you. Мен сені жоғалтқым келмейді. Мен сенен айырылғым келмейді деп айтуға болады, немесе let's not lose hope. Үмітімізді үзбейік. Let's not lose hope. Яғни бұл lose, L-O-S-E, жоғалту деген етістік сөзі болды. Келесі сөзіміз lost. Бұл lost жаңағы lose деген етістіктің екінші формасы. Себебі lose бізде дұрыс емес етістік. Сіздер білесіздер, take, took, taken, go, went, gone деген сияқты lose'дің да lose, lost, lost деген түрлері бар. Яғни біз lost'ты өткен шақтағы оқиғаны суреттегенде қолданамыз. Мысал үшін, I lost my key yesterday. Кеше мен кілтімді жоғалтып алдым. Неге адамдар loss, L-O-S-S пен lost, L-O-S-T-ді шатастырады? Өйткені lost'ты айтқанда ана т желініп кетеді, как будто ол lost деп естіледі. На самом деле, егер де біз өткен шақтағы етістікті суреттеп тұрсақ, онда т болу керек. I lost my key yesterday. Келесі сөйлем: little girl is crying because she lost her toy. Кішкентай қыз жылап тұр, себебі ол ойыншығын жоғалтып алды. Because she lost her toy. She lost her toy. Көрдіңіз бе, тез айтқанда she lost her toy болып кетеді. Сондықтан да шатастырмаймыз. Келесі сөзіміз L-O-O-S-E деп жазылады. Loose деп оқылады. Loose. Бұл енді сын есім. Бұл қандай да бір заттың бос тұрғанын көрсетеді. Бос бұралған шүріп, бос бұралған болт, бос байланған арқан. Кез келген осындай бос болып тұрған нәрсе, андай пустой, empty деген мағынада емес, босап кеткен нәрсені айтады. Мысалы үшін, loose bolts may cause oil leaks. Loose bolts may cause oil leaks. Босаған болттардан майдың ағуы мүмкін. Leaks. Қандай да бір заттың ағуы, oil дегеніміз май немесе мұнай, cause дегеніміз әкеліп соғуы мүмкін дегенге келеді. Келесі сөйлеміз: this t-shirt is a bit loose. Can you bring me one size smaller, please? Мына футболка кішкене бос деп айтпаймыз, енді кішкене кең дейміз. Мына футболка кішкене кең, is a bit loose. Can you bring me one size smaller, please? Бір размерге кішкентайын әкеле аласыз ба деген сөз.
Сонымен қайталап кетейік. Loss потеря, зат есім, жоғалу. Lose жоғалту, есімдік емес етістік, кешіріңіздер. Келесі lost жоғалттым деген етістіктің өткен шақтағы түрі. Одан кейінгі екі өмен жазылатын lose, ол қандай да бір бос байланған, бос бұралған затты білдіреді. Сонымен бүгінгі сабақ сіздерге пайдалы болады деген сенімдемін. Сондай қатты қиыншылық тудырмайды деп ойлаймын. Әдеттегідей пікірлеріңізді айтып, сөйлем құрағыларыңыз келсе, сөйлем құрап, пікірге қалдырыңыздар. Мен міндетті түрде оқып, сіздерге кері байланысқа шығамын. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.